Ақылдың кені арнасына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мал етінің мүшелері және оның табаққа тартылу тәртібі. Бүгінде жастарымыздың көбі мал союды білмейді. Білген күннің өзінде көп сандысы мал етін мүшелеп бұзуды біле бермейді. Бүгін біз оқырман біле жүрсін деген ниетпен мал етінің кейбір мүшелеріне қатысты атауларды ұсынып отырмыз. Бас, ірі қарада екі шеке деп аталады. Жақ. Ұсақ малда тілмен тұтас жүреді. Ірі малда жақ екіге айырылып, тілі бөлік мүше саналады. Жақ ет. Бұрт ет ірі қарада бөлек алынып, қазанға бөлек түседі. Мойын 6 буын. Қонаққа, сыйлы адамдарға арналған мүшелі табаққа салынбайды. Мойын ет ірі қарада кейде. Ұсақ малдың да мойын еті бөлек алынады, оның көбінде қордақ жасайды. Бұғана екі жақта 3 талдан 6 тал болады, мүше орнына саналады. Қара қабырға 6 тал болады, мүшемен бірге табаққа түседі. Сүбе қабырға 6 тал, етегімен қосып алынады, таңдаулы мүшелер қатарына жатады. Қазы семіз жылғыдан 20 қазыға дейін айналдырылады. Оның кейбіреуі қабырғасыз тілініп басқа малдың шегіне айналдырылады. Телше қазы жылқының сүбесі, телшені кей жерде сүрлемей жас күйінде асады. Төс күйеулерге арналған сыбаға, жас адамдарға беруге де болады. Қазақ салтында жылқы төсі мен ешкі төсі жаман күйеуге беріледі деп есептеледі. Кей жерде ірі малдың шершеуі де төске баланады. Төс ет жылқы, сиырда осылай аталады. Кесек еттердің таңдаулысы қордақ қорылады, сүрленеді. Дөстік ұсақ малда осылай аталады. Терісімен істікке шаншып қақтап жейді. Дала аңшылығында жол азыққа төстік көп пайдаланылады. Төсқалдақ қой мен ешкінің, әсіресе ешкінің төстігін кей жерлерде төсқалдақ деп атайды. Төс етек мал төсінің етек жағындағы кесегі, көбінде қордаққа қорылады. Кеңірдек соғым сойған кісінің мойын ет жіберіп алған қол үздігін осылай атайды. Ауыз омыртқа соғым сойған күні табаққа міндетті түрде түсетін мүше сыйлы қонақтың табағына салуға болмайды. Кәрі жілік әр малда 2-ден болады. Жілік мүшесіне кіреді. Кей жерде тіпті кәделі жілік есептелінеді. Кәрі жіліктің ойынды еті 2 бөлік болады. Оны кәрі жіліктің айдар еті деп те атайды. Ортан жілік 2 болады. Мүшелі жілікке жатады. Ортан жіліктің ойынды еті 2 бөлік болады. Жұмсақ ет. Жауырын жіліктердің төмен дәрежелісі көбінде басқа қосылып келеді. Жауырынның сұрпы еті 2 бөлек кесек ет. Асықты жілік 2 болады. Жамбастан кейінгі таңдаулы мүшеге жатады. Сыйлы жастарға, қыз күйеуге, төспен бірге тартылады. Асықты жіліктің айдар еті 2 бөлек болады. Ұсақ малда бірге, ірі қарада бөлек болады. Тоқбасшылық қолда болатын. Еті молырақ 2 жілік тоқбасшылықтың ойынды еті 2 бөлек болады. Оны тобық еті деп те атайды. Жамбас 2 болады. Ірі малдың жамбасын 2-ге бөліп асады. Ұсақ малдың жамбасы тұтас асылады. Қай-қайсысы да таңдаулы мүшеге жатады. Жая ірі малда осылай аталады. Жылқыда жал жая қадырласқа жатады. Сүрленеді. Жаяның еті ірі қараның жай етін 4-5 бөлікке бөліп асуға, сүрлеуге болады. Белдеме қой ешкіде осылай аталады. Белдемше мықын, ұша дейтіндер де бар, таңдаулы мүшеге жатады. Жалпақ омыртқары қараның белдемесі таңдаулы мүшеге жатады, сүрлеуге болады. Бәлекей омыртқа қол омыртқа деушілер де бар. Кіші дәрежелі омыртқаға жатады. Ұзын омыртқалы тау болады. Мұны кей жерде ұша дейді. Жалпақ омыртқаға тең, таңдаулы мүше, сүрленеді. Арқа омыртқа бұл мүше қой ешкіде алдыдан болады. Еті өте жұмсақ, мұны көбінде мибалауға турайды. Жүрек көбінде қыз келіншекке балаларға берілетін мүше. Бауыры майл етке қосып қордаққа туралады. Көк бауыр отқа көміп немесе асып жейді. Бауыр ет ірі малда асып қақтап жеуге, қуыруға жүргенге қосуға, борша жасауға тиімді саналған. Бүйрек 2 болады. Балалардың сыбағасы, кісіге, жылқының жүрек майы, жұмырлардың бір түрі. Ұлтабар ұсақ малдың таңдаулы, ең майлы мүшесі баспен. Кейде жамбаспен бірге табаққа түседі. Қарта жылқының қарны ең таңдаулы мүшенің бірі. Қимай сиырда, сиырдың маймен айналдырып шумақтаған тоқ шегі. Тоқ шек қой ешкіде, ұсақ малдың майлы шегі кейде. Оның ішіне май қосып айналдырып жүргем жасайды. Тігішек, тоқ шектің ұшы
көтеншек деп те аталады. Сүрленеді салт бойынша көктем кезінде төл басы туғанда алғашқы озға қосып асады. Желін май, көбінде үлкендер жағы жейді. Өркеш түйенің май жинайтын мүшесі, оны көбінде шығырады. Қомдық түйенің мүшесі, бұл да шығырылады. Қарын қой етімен бірге табаққа түседі, орылады. Жылқы қарны қарта ретінде бас табаққа салынады. Өкпе ұсақ малдың өкпесі, орылады, табаққа түспейді. Өңеш қазан басындағылар жейді, табаққа түспейді. Жалалты кертпе жылқы етінің таңдаулы мүшесі, сүрленеді, бас табаққа түседі. Сирақтар қой ешкінің сирағын, тайынша торпақтың сирағын үйтіп пісіреді. Бұл балалардың сыбағасы. Жалбырша қарын сиырда қыз келіншектің сыбағасы. Тазғарын жылғыда қыз келіншектердің сыбағасы. Бүйен бүйенге май, ет тығып түйре бәсіп, меңіреу, жұмыр, түймеш дейтін тағамдар жасайды. Көбінде қазан басындағылардың сыбағасы. Сүріншекті сүйектің басы. Ет асқан күндері мұны көбінде күйеудің немесе келіннің мүжіп кеміруіне береді. Қонақ жайлығымен танылған қазақ. Қонақ қонса ет пісер, ет піспесе бет пісер, немесе қонақ келсе ет қызарар. Ет қызармаса бет қызарар. Алдына ас қойдым, екі қолын бос қойдым, бар болса ойғаның жөні бар, бір қойда 10 кісінің құны бар деген секілді ұлағатты сөздер қалдырды. Халқымызда сыйлы қонағына қазан көтеріп, ет асу, табақ тарту жазылмаған заңдылыққа айналған. Табақ жасауда бір өнер. Оны жасаушы да табақ тартудың қыр-сырын меңгерген ерекше тұлға болуы тиіс. Әр табағатына маңызына қарай жасалады. Табақты кейде бас табақ, орта табақ, си табақ, аяқ табақ деп төртке бөліп те жатады. Малдың әр мүшесі осы табақ берілетін адамдардың дәрежелеріне қарап үлестіріледі. Табақ тарту ережесі. Табақ тартуды білеміз бе? Әр қонақтың өз сыбағасы бар. Си табақ бас, жамбас, қазы қарта жал жая, құйрық, сүбе. Құда табақ бас, жамбас, қазы қарта жал жая, құйрық бауыр. Құдағи табақ жақ, қазы қарта, қарын, шек, асықты жілік. Жеңге табақ, асықты жілік, сөбе, қабырға мойын омыртқа, бұйрық өкпе, бұл табар. Беташар табақ, сүбе төс еті, қарын, ашы шек, құйымшақ, мойын омыртқа. Күйеу табақ төс, тоқпан жілік, қабырға, омыртқа еті, қазы қарта, жауырын қойдың. Қыз табақ құйымшақ, доқпан жілік, бел омыртқа, құйрық қабырға. Құрдас табақ тоқпан жілік, омыртқа, сүбе қабырға, қазы құйрық. Бала табақ бел омыртқа, қабырға, бүйрек бақай, асықты жілік. Ақылдың кені арнасына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.